Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі нәзік бір жасағаннан шығатын лимонды кекстің рецептін жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Керекті ингредиенттердің тізімін астыңғы описаниеге қалдырдым. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған сары майымыздың үстіне шекерімізді салып, жақсылап миксердің не болмаса венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бұдан кейін массамыздың үстіне жұмыртқаларымызды салып, тағы да жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Біздің массамыз бір келкі, ешқандай іртік болмауы керек. Және де ұнымызды електен өткізіп, оның үстіне қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнды електен өткізсеңіздер, кекстарыңыз өте жұмсақ әрі нәзік болып піседі. Ұн қосылғаннан кейінгі массамызда бір келкі осылай қоймалжың болып, видеодағыдай болу керек. Одан кейін лимонның цедрасын қосамыз және де лимон сығындысын қосып, жақсылап қамырымызды араластырамыз. Массамызды формаға саламыз. Астына пергамент қағазын төсеуді ұмытпаңыздар. Біздің кексіміз 170 градуста шамамен 35-45 минут аралығында пісіп шығады. Кекстің бетіне өз қалауларыңызша слайстар, түрлі дәндер қосуыңызға болады. Пешімізден шыққан кексімізді толық суытып, бетіне сахарный пудра сеуіп, әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Міне біздің кексіміз осылай үлпілдек, өте жұмсақ болып шықты. Баршаңызға ас болсын.